Ырым-ырыс шатастырма. Сәлем, достым. Ырым – примета, суеверие. Халық сенімі, белгіге сену. Дәстүрмен ырым тыйыммен байланысты. Мысалы, қазақта жақсы ырым бар. У казахов есть хорошие приметы. Түнде тырнақ алуға болмайды. Бұл ырым. Нельзя стричь ногти ночью. Это приметы. Ырыс – счастливая доля, благополучие, береке, бақ, молшылық, адамға бұйырған жақсылық. Мысалы, бұл үйге ырыс қонсын. Пусть в этот дом придет благополучие. Еңбек етсең, ырыс келеді. Если трудиться, придет счастливая доля. Ырыс – счастье и достаток. Ырым – примета. Ырыс – счастливая доля. Бір дыбыс өзгеше, мағынасы мүлде басқа. Қазақ тілін үйренгің келсе, менің парақшама тіркел, лайк басып қой.